Ал бүгін сатылымда ең ғажайып керемет үйлердің бірі достар, қараңыздаршы, мына үйге лайк баспаған адам енді білмеймін қандай адам екенінше. Қараңыздаршы, өздеріңіздің лүпілдеріңізге лайықты үйдің бірі достар, керемет үй сатылымға шығып жатыр. Құны бәрі хозяин номерін екені описанияда болады. Мен сіздерге үйді полный таныстыратын боламын. 6 сотық жер телімі 18-ге 13, яғни сыртынан 230 квадраттық құрап тұр. 230-дан даже аса. Енді қараңыздар, сырты бізде типа стильдің термопанельдермен қапталған, жоғарғы сұрып утепление көріп тұрғандарыңызды, крыша металла черепица, сыртынан браллар, жарық шамдар бәрін орнатқан, есік алдынан көргендеріңізде осы керемет площадка төсеген, газон егілген, су светі, газы бәрі орталықтан келіп тұр, канализация, септик ол жерде тұр. Үйдің айналасы толықтай қоршалған, мектепке, садикке бәріне жақын орналасқан. Қараңыздар, үйдің сыртқы көрінісін көрсетейін. Көшедегі мына жерде көргендеріңізде кешкі жарық шамдарына дейін орнатқан, көшеңізге дейін жарық болып тұрды. Енді маған бір ұнағаны мына есікті қараңыздар. Пародын көрдіңіздер ма? Мынаған енді кәдімгідей бас керек қой. Алдыңыз, есікті аштыңыз, ешкімге артық зияны жоқ, удобно келді, осы жерге тұра қалды. Бір керемет етіп істеп қойыпты. Жалпы 2024 жылы соғылып бастап, осы 25 жылы бітті. Яғни фундаменті бәрі жақсы кептіріліп алды. Қараңыздар, кіреберіске енді мынандай подсветка деген керемет нәрсе. Кейбір үлкен кісілер кешкісін көздері көрмей қалады, соған сол кісілерге жақсы нәрсе да. Енді былайынан сіздерге аяқ киім шешіп полный таныстыратын боламын. Былайынан кіреміз, кафельденген көргендеріңізге как положено, жоғарғы сұрыпты кафельдер. Мына жер бізде террасамыз, осыны әдемі етіп істеген. Террасаңа шықтыңыз, қараңыз, мына жақта көрініс, енді керемет көріністердің бірі. Сайникпен қаптаған, уже көргендеріңіздей чердаққа ход қалдырып кеткен, асханадан тош шығып кіре аласыз. Енді қараңыздар, үйге былайынан кіреміз, кірген бетте есікті көрсетейін. Өте қалың, салмақты есік. Мен қолымды көріп тұрсыз, ересек адам қолымен осындай болып тұр. Енді қараңыз, кірген бетте прихожкамыз, оң жағымыз осындай керемет айна, мынандай жарық шамдарымен, айнаның өзі подсветкамен, үйге жоғарғы сұрыптағы обойлар орнатылған. Қараңыздар, бір көріп алыңыздар, сүйсініп. Мен өзім мына үйге енді сүйсініп тұрмын. Былайынан кірген бетте енді Г-образны холлымыз орналасқан, осының полный әдемі істелген. Бұл үй мебельмен қалады, пол теплый пол жүргізілген, ламинат, TV зонаны қараңыздаршы. Не деген керемет TV зона. Үй жалпы келіп, сүйсініп, ақшаң болса енді сразу сатып алатын үйлердің бірі. Мұны бізде ас бөлмесі, жалпы теплый пол жүргізілгендердің тек қана жатын бөлмелері ғана жүргізілмеген, қалған бәрінде бар. Ас бөлмесін көрсетейін. Осында керемет ас бөлме. Құрметті ханымдар, өздеріңіздің бағаларыңызды комментария жазып кетсеңіздер, полный подсветкамен споттар, мынандай жарық шамдарымен потолок істеген, теневой потолок, яғни мына жерінен көрсетпей ақ қойсам да болады. Негізі аштыңыз, террасаға шықтыңыз, әдемі пердесін ашпай ақ қойдым. Бәрі анық көрініп тұр деген ойдан. Осындай керемет кухонный гарнитур. Енді әрбір әйел кісінің арманда кухонный гарнитурлардың бірі. Бұлайынан оң жақтағы санузелді көрсетейін, кіре берсі, қолын жуатын жер. Және бұлайынан санузелге өтеміз. Ванна десеңіз, ванна бар. Душ десеңіз, душыңыз бар. Пожалуйста, унитазыңыз толықтай кафельденген. Көзге приятный кафельдер, достар, қымбат кафельдер. Ар жақта вентиляционный системасы, жақсы сападағы есіктер. Және бұл үйдің терезелері, достар, өте қымбат терезелер, жоғарғы сұрыптағы. Енді асықпай сіздерге залды да көрсетейін. Осындай кең аркамен әдемі істелген залдардың бірі. Қараңыздар, кең, аяқта уже витражы терезе, мынандай подсветкалармен, теневой потолок дейді. Мынаны тағы басқаша айтады, тіліме келмей тұрғаны люстрасы орнатылған. Енді бұлайына сіздерге үлкен аркамен мына жерді көрсететін болған. Бірінші оң жақта жатын бөлмені көрсетейін. Биметалл батарейлері орнатылған, өте комфортный үйлердің бірі, достар. Оң жақта жатын бөлмеміз бар. Көргендеріңізде екінші жатын бөлме. Және мұнақта бұл кісілер өздері қолданып жүрген жатын бөлме. Көргендеріңізде әп-әдемі. Стеналарға кешкі жарық шамдары керемет етіп орнатқан. Мына жерде бізде гардеробымыз орналасқан, достар. Қазірге сыртқы жақтан подвалын көрсетемін, сонымен видеомызды тәмамдаймыз. Енді осы керемет үйіміздің жаңағы подвалын көрсетуге келдім. Қараңыздар, подвалдан кіреміз. Кірген бетте топка, жаңағы
кладовка сондай нәрсеге арналған кең 20 квадраттық подвал достар. Және янында да орын бар, көргендеріңіздей ар жағында сыртқы әжетхана.